Сәлем достар, өте пайдалы витаминдерге бай квашеный капустаның рецептін бөлісетін боламын. Бұл рецепт өте қарапайым әрі оңай дайындалатын рецепттердің бірі. Капустамыз қараңыздар осындай сочный әрі өте дәмді болып шығатын болады. Мынандай үлкен бір капуста, оған үлкен бір сәбіз, сосын лавр жапырақтары мен қара бұрыштың осылай түйіршек түрі и тұз қажет болады. Капустаны мен осылай майдалап турап алдым. Қараңыздар, осындай формада турап шығасыздар. Егер арнайы капуста өткізетін теркаларыңыз болса, теркамен өткізіп алсаңыздар болады. Енді сәбізді осындай ұзын етіп теркадан өткіземіз. Міндеттейміз, қандай теркадан өткізсеңіздер де бола береді сәбізді. Сәбіз бұл салаттың реңін ашып, әдемілік үшін қосылады. Мінекей, енді үстіне тұз қосамыз. Мен осы бір үлкен бір капустаға үлкен ас қасықпен толтырып тұз қостым. Осыны жақсылап араластырамыз, тұз бен сәбізді. Қатты мыжып күш салып езудің қажеті жоқ капустаны. Жеңіл осындай тек қана араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін өздеріңізге ыңғайлы тереңдеу ыдысқа жайғастырып шығамыз. Мінекей, әр салған кезде әр қабатты осылай нығыздап басып салып отыру керек. Міне бір қабат салдым, оған қара бұрыш пен бір лавр жапырағын салдым да, енді екінші қабатын салып отырмын. Оны да қатты басып осылай ерінбей нығыздап шығыңыздар. Енді оған тағы да лавр жапырағы, қара бұрыш. Осылайша рет-ретімен жасай бересіздер. Міне соңғы капустаны салып жатырмын, қараңыздар. Мінекей, бетін жақсылап нығыздап басып шығамыз. Енді осының бетіне кішілеу бір тарелкамен осылай жақсылап басып, үстінен ауыр затты қоятын боламыз. 2 немесе 3 литр су қойсаңыздар болады. Мінекей, бір күн уақыт өтеді, қараңыздар. Комнатный температурада 3 күн ішінде дайын болатын болады. Мына бірінші күннің ішінде қараңыздар, осындай су шықты. Енді бұның газын шығарып отырамыз. Күніне бір рет осылай ағаш таяқпен газын шығарып отырыңыздар. Асықпай 3 күнде дайын болатын салаттардың бірі, бірақтан дайындалы өте қарапайым болғанымен витаминдерге өте бай. Міне, қойдым бірінші күн алып осылай жасап. Енді екінші күн дәл осылай жасадым. Мына үшінші күн, сразу сізге үшінші күнді көрсетіп жатырмын. Қараңыздар, дайын болды, осындай газ шығып, бетіне дейін газ шыққан, осындай көп мөлшерде су шықты, қараңыздар. Иісі деген аппетитті ашатын, енді тәбет ашатын сондай керемет иісі де өзі де сондай тәбет ашатын салаттардың бірі. Кез келген тағаммен үйлесіп кететін салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрамында С, К, клетчатка және де басқа да дәрумендерге бай, йод бар әсіресе. Сондай бір витаминге бай, өте пайдалы салаттардың бірі. Ас болсын, рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.